Алып қашу, кінәсіз күнә. Болған оқиға. Қазіргі таңда жастар арасында жағдайға байланысты келісімімен алып қашып шаңырақ көтеретіндер де бар. Әке-шешемізге ауыртпашылық салмаймыз деген қыздардың ойы бір жағынан дұрыс та шығар. Алайда екі жас бұндай қадамға бармас бұрын соңының сәтті аяқталатындығына көз жеткізіп алса дейміз. Бұл оқиға осыдан 1 жыл бұрын болған еді. Біраз уақыт өтсе де сол бір сәт есімнен кетер емес. Кішкентайымыздан бірге өскен жан құрбы едік. Екеуміз де бой жеттік, студент атандық. Мен қосымша жұмыс жасап жүрдім. Құрбым болса сырттай оқып жүріп, салық басқармасында жұмыс атқаратын. Сол кезде бір жігітпен жолығып жүретін. 3 жыл бойы құрбымның артынан қалмай, әйтеуір ол жігіт құрбымның жүрегін жаулап алды. Екеуіне қызыға қарайтынымды да жасырмайтынмын. Бақыттың балқаймағы осылардың сезімдері сыңайлы көрінетін. Бір күні мені құрбым жұмыс жағына шақырып, маңызды мәселе айтатынын хабарлады. Мен онымен жолығуға асықтым. Түскі ас уақыты еді. Бойынан қобалжып тұрғаны байқалды. Мен тұрмыс құратын болдым дегенде не қуанарымды, не жыларымды білмей қалдым. Бірақ менің таң қалысым бұнымен де аяқталмады. Ол осы аптаның бір күнінде жұмысқа келе жатқанда жолдан жігіті алып қашып кетіп ауылына апарып келін етіп түсіретін болыпты. Осы сәтте қасында болып, еріп баруымды өтінді. Бұл жоспарларын ешкім білмейді екен. Маған да ешкімге тіс жармауымды сұрады. Мен құрбымның көңілін жықпай келісімді бердім. Белгіленген күні таңертең жұмыс орнының алдында бір аппақ көлік келіп тоқтай қалды. Көлік ішінде көзі мөлдіреп, жыламсыраған құрбымды көріп, мүмкін бармай-ақ қоямыз, жақсылап ойландың ба деп сұрап та алдым. Ол бәрі дұрыс екенін айтып жымиып қойды. Қаладан шыққан соң көп ұзамай ауылға жетіп, бір жер үйдің алдына келіп тоқтады. 3-4 әйел шашуларын шашып, ақ орамалын алып алдымыздан жүгіріп шықты. Жігіттің анасы құрбымның маңдайынан сүйіп, аластап, ақ босағаны оң аяғымен аттауын сұрады. Артынан қалмай мен де ілесіп келемін. Төрге өтіп, шымылдық құрылған бөлмеге бет бұрдық. Ендігі шаруа қыздың туыстарына естірту болды. Жігіттің анасы келіп үйдегілеріне хабар беруін сұрады. Құрбым қолына ұялы телефонын алып қоңырау шалды. Бәрі дұрыс, өзім келдім деген сөзін қайта-қайта қайталаумен болды. Жанында менің отырғанымды айтты. Маған тұтқаны беруін сұраған болуы керек. Құрбым телефонды маған созды. Алғаным сол еді. Ар жағынан айғай салған дауысты естідім. Бұл жерге қалай, кіммен, қашан келгенімізді сұрастыра бастады. Болған жағдайдың бәрін баяндап бердім. Көп ұзамай қуғыншылар жолға шыққандарын хабарлады. Қуғыншы болып құрбымның әпкесі мен анасы келе жатыр екен. Анасы құрбым сияқты жуас болатын. Әпкесінің мінезі біраз шатақтау еді. Жол жөнекей қайта-қайта хабарласып тұрды. Шалған қоңырауының бірінде телефон тұтқасын мен көтеріп қалып едім. Ар жағынан әпкесі айғай салды. Талай той-томалақ көрсем де, алып қашуға бұрын-соңды қатысып көрмеген едім. Кеш батты. Үйдегілер дастарханды сәндеп, тамақ жасап, у-шу болып жүр. Келді деген дауысты естігеннен біз де орнымыздан атып тұрдық. Кіреберіс жақ бір сәтте айқай-шуға толып кетті. Алдына келгендердің бәрін итеріп, 2 әйел түрге кіріп келді. Шымылдықтың астында отырған бізді көріп, одан сайын ашуланып кетті. Неменеге отырсыңдар, шығыңдар деп шымылдықты жұлқылап, үзіп жерге тастады да құрбымның басындағы ақ орамалды жұлып алды. Құрбым қатты шошып жылап жіберді. Жігіттің туыстары, құдағи, ашуыңызды басыңыз, бұл ата салтымыз ғой біздің деп ақталып құрақ ұшты. Жылы сөз де көмегін бермеді. Бір кезде әпкесі шетте тұрған мені байқап қалып, сен оңбаған, арсыз неме, осы қызды алдап, алып келдің осында деп мені жұлқылай жөнелді. Мұндай сөздерді 3 ұйықтасам түсімде естімеген мен аң-таң болып үндеместен тұрып қалдым. Айтқан сөзі аз еді, мені жұлқылай тырналай бастады. Онысы аздай қарғап сілеп шықты. Өтірік жала жабылғанына ішім күйді. Бөлмеден шығып кетіп жылап та алдым. Шыдамым да таусылды. Құрбымның өз келісімімен келгенін, сүйікті адамына қосылғандығын түсіндірдім. Мен тек құрбымның қуанышын бөлісу үшін келгенімді айттым. Бірақ онымнан түк шықпады. Анасына келіп кешірім сұрап қызын қалдыруын сұрадым. 3 сағат уақыт өтті. Үй іші сәл тынышталды. Қызды
Үйден алып шыға алмайтындарын білген соң қуғыншылар қайтуға бел буды. Алайда ашулы күйге жолға шықты. Ертесінде құрбымның беташарына қатысып болған соң мен де жолға шығып кеттім. Кешегі алай-дүлей көңілім басылып, құрбымның қуанышына шаттанып жұмысқа кіріскем. Бір кезде әлеуметтік желі арқылы маған бейтаныс бір жігіт «Сен кеше алып қашуға қатысқан қыз емессің бе?» деп хабарлама жазады. Басында онша мән бере қоймаған едім. Сөйтсем ол құрбымның бөле ағасы болып шықты. Мән-жайды түсіндіруімді сұрады. Болғанның бәрін баяндап бердім. Бәрін оқып болған соң бұл істің бәріне мен жауапты екенімді айтып қорқытуға көшті. Кез келген жерден тауып алатынын айтты. Іштей секем алып тұрсам да, не істесең де өзің біл, мен сенен қорықпаймын деп сенімді жауап бердім. Әйтсе де содан кейін біраз уақыт емін-еркін көшеге шыға алмай жүрдім. Айналадағының бәрі мені жек көріп кеткендей көрінді. Әсіресе құрбымның туыстары. Ол жайында құрбым айтпағанымен іштей сезетінмін. Сол себепті де құрбым екеуміздің арамыз алыстай бастады. Бұрынғыдай емін-еркін кездесіп көрісуден қалдық. Қуанышын бөлісемін деп қателік жасағандай болдым. Бәрін кері қайтарғымда келді. Уақыт өтті, қазір бәрі тынышталды. Өткенді ұмытуға тырыстым. Бірақ араға 4 ай салып тағы бір құрбым дәл солай тұрмысқа қашып кететіндігін баяндады. Және мені қасында болуын сұрады. Бұл жолы мен бірден бас тарттым. Өткен оқиғаның қайта қайталанғанын қаламадым. Бірақ оған құрбым көнбеді. Менің басымнан кешіргенімді естіген ол жағдайдың мүлдем басқаша екендігін, түсініспеушілік болмайтынын және анасының бәрінен хабардар екенін айтып мені көндірді. Бір рет опық жегеніме қарамастан тәуекелге бел буып тағы да алып қашу операциясының куәгері болдым. Расымен де бұл жолғы көрініс мүлдем басқаша болды. Менің бетімнен қақпақ түгілі бәрі менің маңдайымнан сүйіп, маған да ақ баталарын беріп жатты. Адам өз бақытын тапқан күннің өзінде оған қолдау көрсететін де, қарсылық білдіретін де адамдар табылатынына көзім жетті. Кейіпкеріміздің әңгімесінен соң қазіргі кезде алып қашу дұрыс па, әлде бұрыс па деген сұрақ туындайды. Танымайтын қызды алып қашса бір сәрі еді. Егер екі жас бірін-бірі шын сүйіп, таңдауларына сенімді болса, неге олардың жолын бөгейді? Ең бастысы қашып кеткен қыздың келісімі емес пе? Ал жай ғана қасына серік болып барған бойжеткенді сонша қорлаудың не қажеті бар? Бұл тек қана бір кейіпкеріміздің басынан өткен оқиғасы. Қыздарымызда қандай да бір шешім қабылдамас бұрын бәрінің ойдағыдай өтетіндігіне сенімді болғаннан кейін ғана өз келісімдерін беруіне кеңес беремін.